Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Барша жүкті аналарға сәлем бердім. Біз бүгін жүктіліктің алғашқы триместрі, яғни 6-шы аптасына келдік. Сіздер бұдан алдыңғы жүктіліктің 5-ші, 4-ші, 3-ші, 2-ші апталарын көрдіңіздер ме? Көрмесеңіздер, көріп үлгеріңіздер. Себебі 6-шы аптаға келгенде түсінбей қаласыздар. Ендеше кеттік. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Жүктіліктің 6-шы аптасының ананың күйі. Бұл кезеңде түрлі иіс, дыбыс, дәмнен әйелді көбірек токсикоз мазалай бастайды. Жүкті әйел өзін әрдайым әлсіз сезініп, ұйқыға көп алдырады. Бұл жағдайдан жүкті әйел тек 12 апта өткен соң ғана құтыла бастайды. Тіпті кейбір әйелдерде жүктіліктің соңына дейін болады. Токсикоз да біртіндеп сол кезде артта қалады. Бұл кезеңде емшек үрпісі қара-қош қолданады. Әбден бұл әдеттегідей қалыпты жағдай. Сонымен қатар жиі дәретке барады. Бұл кезде мамандар гинеколог дәрігерге барып қаралуды талап етеді. Себебі гинеколог дәрігер жамбасын өлшеп, жатырды тексеріп, салмағын өлшейді. Сонымен қатар жүкті әйел қандай дәрілерді, витаминдерді қабылдау керектігін консультацияда айтатын болады. Сонымен қатар, егер сіз жүкті болып емізіп жүрсеңіз, бұрын болған операциялар мен патологиялық аурулар, немесе аллергиялар, барлығын дәрігерге айтып, кеңестер алу қажет. Егер тұқымқуалаушылықтың ауыр жағдай болса, сіз осыларды дәрігерге айтып, оның ұрыққа әсер етпеу жолдарын қарастыруға және баланың дұрыс денсаулықпен тууына жол ашасыз. Сонымен қыздар, іштегі нәрестенің дамуын айтайық. Бұл кезде эмбрионның дамуы іштегі нәрестенің көлемі 2-4 мм-ге дейін жетеді. Ол ұрық айналасындағы сұйықтықтың ішінде 2-3 мм шамада болады. Бұл кезде эмбрион басқа ұқсас болып, тіпті құйрығы болады. Осы кезде бастағы миы қалыптаса бастап, ол бастапқы кезде түтікше болып, талшық ретінде көрінеді. Осы баста 2 көздер пайда болады. Ол осы кезде 2 көретін көпіршік сияқты болады және құлақтың іші мен кеңірде қалыптасады. Ұрық жан-жақты жылдам дами бастайды. Ішкі органдардың қалыптасуы да басталады. Олар өкпе, бауыр секілді өт жолдарда қалыптасады. Ал жүрек 4 аптада қалыптасқан болатын. Ал бұл кезде тіпті сапалы УЗИ аппаратын пайдалана отырып, жүрек соғысын естуге де болады. Әлемдегі ең сұлу әйел жүкті әйел деген ұғым бар. Әлбетте, шын мәнінде бала күтіп жүрген жүкті келіншектердің бет-жүзі нұрланып, әдемілене түсетіні бәрімізге аян. Алла тағаланың әйел қауымына берген осы бір керемет нығметі өмірге бала әкелу бақты. Ештемемен алмастыруға келмейтін үлкен сый. Отбасын құрып, бір мүддеге жұмылған қос жастың бала сүю бақытына тезірек кенелгісі келетіні айдан анық. Бұл құрсаққа біткен күннен бастап жүрегіңіздің астында соға бастаған тағы бір жүрекке деген жауапкершілік арта түседі. Ең басты жауапкершіліктердің бірі дұрыс тамақтану болып табылады. Олай болса, жүктілік кезінде тамақтану мәселесін сөз етіп көрейікші. Нені ескерген дұрыс? Жүкті әйелдердің ағзасына ет, балық, сүт өнімдері, сонымен қатар жеміс-жидектер мен көкөністер жеу қажет болып табылады. Тамақтану ол пайдалы, құнарлы және уақытылы болу керек. Әсіресе таңғы астың орны ерекше болып табылады. Жүктіліктің 1-ші триместрінде ағза өзгеше күйге, жаңа күйге бейімделе бастайды. Барынша жеміс-жидек, жаңа сығылған шырын, кептірілген жеміс-жидектен қайнатылған сусын, әсіресе ит мұрыннан қайнатылған компотты көбірек ішу болып табылады. Ал осы кезде көп келіншектерде токсикоз мазалауы мүмкін. Токсикозмен күресу үшін сұйықтықты көбірек ішіп, мүмкіндігінше аз-аздан жиі-жиі тамақтанған дұрыс болып табылады. Аналар, өздеріңізге көңіл бөліңіздер. Сіздермен болған доктор Нұралаева. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өзіңізбен қатар болашақ аналарға жіберуді ұмытпайық.